Президенттік жастар кадры резерві жобасы бойынша баспасөз конференциясы болып өтті. Онда мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Жамбыл облысы бойынша департамент басшысы, әдеп жөніндегі кеңестің төрағасы Леспек Ілебаев баяндама жасады. Жиында аталған жоба аясында атқарылған жұмыстар жайлы сөз қозғалды. Жобаның алғашқы іріктеу кезеңі 2019 жылы өткізілсе, екінші іріктеу 2021 жылы ұйымдастырылған. Бұл ретте ағымдағы жылдың қыркүйек айынан бастап президенттік жастар кадр резервіне кезекті үшінші іріктеу кезеңі басталатыны да айтылды. Баяндамаға сүйенсек, 2019 жылы өткізілген іріктеу бойынша резервке 300 адам, 2021 жылы 50 адам алынды. Олардың ішінде 128 адам орталық мемлекеттік органдарда, 38 адам жергілікті атқарушы органдарда, 57 адам ұлттық компанияларда, 41 адам өзге де ұйымдарда қызмет атқаруда. Олардың қатарында 31 резервші саяси лауазымдарға, 6 резервші А корпусының лауазымдарына тағайындалса, 1 резервист парламент мәжілісі және 2 резервист маслихат депутаты болып қызмет атқаруда. Мемлекет басшысы міндеттеген тапсырмаларды орындау кезінде еліміздің болашағын жаңғырту, кәсіби аппарат қалыптастыру мен мемлекеттік қызметтің оң имиджін көтеру жолында дарынды әрі білімді жастардың қоғам өміріне белсене араласуы, жастардың бойындағы ұлтжандылық рухтың болуы өте маңызды, дейді Леспек Құралбайұлы. Наргиза Төреқұлова, Ислам Қамшыбек, Азамат Бескенов, 7-7 News.